Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін физиканың үлкен бір бөлімі термодинамика тарауына есеп шығару жолдарын көрсететін боламын. Бұл тарауда сіздерге 100 есеп жауаптарменен ұсынып отырмын. Алғашқы бір 20, 30, 40 есептерді өзім шығарып көрсетейін. Қалған есептерді осы жауаптарменен өздерің жалғастыруға мүмкіндік берем. Бұл видеомның негізгі мақсаты физика пәнін үйренушілер үшін және жоғары оқу орындарына дайындық үшін сіздерге арналады. Сонымен ары қарай жалғастырайық. Термодинамиканың заңдарына байланысты бірінші ішкі энергияның өзгерісі 20 килоджоуль, сыртқы күштерге қарсы газ 12 килоджоуль жұмыс атқарады. Газға берілген жылу мөлшерін табу керек. Термодинамиканың бірінші заңы бойынша дельта U тең болады Q минус H' формуласынан. Сондағы Q-ды табу үшін дельта U-ға H' қосамыз, 32 килоджоуль есінші жауап шығады. Ішкі энергияның өзгерісі 15 килоджоуль, сыртқы күштерге газ 5 килоджоуль жұмыс атқарады. Газға берілген жылу мөлшері формуласын дайындап қойдым. Келесі ары қарай жалғастырыңыздар. 27 градус Цельсий температурада 12 моль гелийдің ішкі энергиясының өзгерісін анықтау керек. Ішкі энергияның формуласы 2-ден 3 масса малярлық масса РТ болады. Бұл жерде массаның малярлық масса қатынасы ньюді береді. Сондықтан 2-ден 3 нью РТ формуласы бойынша ішкі энергияны анықтаймыз. Барлық мәндер белгілі, орнына қойып есептеймін. Бір ескертетін жай, мына 27 градус Цельсий температураны кельвинге айландыру керек. Былайша айтқанда үлкен т-ға айналдыру керек абсолют температураға. 273-ті қосамыз, сонда 300 деп жазу керек. Төртінші, 10 моль бір атомды идеал газдың 27 градус температурадағы ішкі энергиясын табу керек. Формуласын жазып шығарып көрсетіп қойдым оқушылар. Изотермиялық процесте газға жылу мөлшері берілген. Газдың атқаратын жұмысы дельта U тең Q минус H'. Изотермиялық десе дельта U 0 болады. Сонда Q тең H'. Газ адиабаталық жолмен сығылғанда 750 жұмыс атқарады. Ішкі энергияның өзгерісі дельта U тең Q минус H'. Адиабаталық десе жылу мөлшері 0 болады. Дельта U тең минус H' формуласы бойынша 750 ішкі энергия. Жетінші, изотермиялық ұлғаю кезінде газ 2,3 килоджоуль жұмыс жасаған болса, жылу мөлшерін табу керек. Изотермиялық десе жоғарыда айтқандай дельта U 0-ге тең, сонда Q тең H' болады. Демек, Q тең болады 2,3, оның 3 дәрежесіне тең болады. 9. Адиабаталық жолмен ұлғайғанда 200 джоуль жұмыс істейді. Оның ішкі энергиясының өзгерісін табу керек. Адиабаталық Q 0-ге тең болады. Дельта U тең минус H'-қа. Егер 400 джоуль жұмыс атқарылса, сутек газының температурасы 250 кельвиннен 680 кельвинге көтерілсе, онда әгіндегі цилиндрдегі сутегінің массасын табу керек. Қолданатын формуламыз барлар А тең болады ПВ, ал ПВ деген масса малярлық масса РТ тең болады. Идеал газ күйін теңдеу бойынша осыдан массаны тапқанда аны малярлыққа көбейтіп РТ-ға бөлетін болам. 0,122 килограмм масса шығады. Газдың 1 киломолі изобаралық ұлғайып 831 килоджоуль жұмыс атқарады. Бастапқы температурасы тыбыр берілген, соңғы температураны табу керек. Қолданатын формуламыз жұмыс А тең болады ПВ-ға тең. Ал Менделеев-Клайпейрон теңдеуі бойынша ПВ дегені масса малярлық масса Р Т2 алынған тыбыр болады. Массаның малярлық масса қатынасын нью деп өрнектейміз. Осыдан әгіндегі Т2-ні табамыз 400 кельвин. 20 градус Цельсий температурада 50 градусқа дейін изобаралық қыздырғанда газ 2,5 килоджоуль жұмыс атқарған. Молекулалардың саны термодинамикалық жұмыс ПВ-ға тең. ПВ дегенім енді масса малярлық массаны N-нің енасымен айырбастауға болады да, осыдан N-ді табамын. 6, оның 24 дәрежесі. Судың мольдік массасы 0,18 килограмм. Судың бір тамшысында 10-ның 20 молекула болатын болса, тамшының массасы қанша? Зат мөлшерінің екі формуласын қолданамыз. Массаның малярлық масса қатынасы N-нің N-ға қатынасы. Осыдан массаны табамын. Жауабы 3, оның минус 6 дәрежесі килограмм болады. 13-те изобаралық жолмен қыздырғанда 270 джоуль жұмыс атқарылған.
көлемнің өзгерісі 2-3 дәрежесі метр куб, сондағы қысымды табу керек. А тең болады ПВ формуласын есеп, жеңіл есеп. 20 моль газы бар молекулалардың санын табу керек. Зат мөлшері дегенім ол еннің енаға қатынасы балалар. Осыдан енді тапқанда ньюді енаға көбейтеміз. Бетінің ауданы 20 сантиметр квадрат, затқа қалыңдығы 1 миллиметр күміс жалатылады. Күміс қабатының атомдарының санын табу керек. Бұл жерде масса дегенім робыға тең. Ал екіншіден массаның малярлық масса қатынасы еннің енаға қатынасы арқылы мына енді табатын боламыз. Орнына қойып есептеп шығарамыз. 16-та көлемі 2 метр куб, ішкі энергиясы 450 килоджоуль, соның әңде қысымын табу керек. Ішкі энергияның екі атомды газдың ішкі энергиясының формуласы 2-3 масса малярлық масса РТ болған. Осыдан мына ММді тағы да ПВ деп өрнектейміз де, осыдағы Пны табамыз. Мөлшері 2Еуді ішкі энергияны 2-ке көбейтіп 3-ға бөлетін боламыз. Есепті аяқтаңыздар. 50 моль көмірқышқыл газының массасы табу керек. Массаны табу үшін ньюді малярлыққа көбейтемін. 18-де 200 грамм судың құрамындағы заттың мөлшерін табу керек. Зат мөлшері дегенім, нью дегенім балалар, массаны малярлыққа бөлеміз. Мына 200 граммым 210-3 дәрежесі деп те жазуларыңызға болады. Қалыпты жағдай дегенім, ол қалыпты атмосфералық қысым 5 дәрежесі паскаль, температура 273 кельвин. Газ молекулаларының санының формуласы зат мөлшері масса малярлық массаның енаға қатынасы арқылы енді өрнектеңдер. 21. Изобаралық жолмен бір атомды идеал газдың қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 14 килоджоуль, ішкі энергиясын табу керек. Ішкі энергиясы 2-3 масса малярлық масса РТ. Ал массаның малярлық масса қатыны РТ ол ПВ-ны береді, ал ПВ H-ті береді. Демек, мына 14 килоджоульді 1,5-ға көбейту керек. 22-де азоттың мольдік массасы берілген, молекуласының массасын табу керек. Молекуланың массасын табу үшін, бір молекуланың массасын табу үшін малярлықты авогадроға бөлу керек. 24. А тең болады, ПВ тең болады, масса малярлық масса РТ формуласы бойынша жұмысты табатын боламыз. Барлық шамалар белгілі, есептеп көріп өзіміз шығарып үйренейік балалар. Газ 300 джоуль жылу мөлшерін алғанда ішкі энергия 200 джоульға артқан, жұмысты табу керек. Термодинамиканың бірінші заңы бойынша дельта У тең Q минус H'. Сондағы H'-ті тапқанда Q-дан дельта У-ді азайтатын боламыз. 26. Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 джоуль жылу берілген. Ішкі энергияны өсіру үшін қанша жылу мөлшері кетті? Дельта У тең Q минус H' болғандықтан, және изохоралық процесс кезінде мына H' болмайды, сондағы Q дельта У-ға тең болады. Бізде дельта У, Q мынау 70, сонда ішкі энергиясы 70 джоульді белгілеу керек. 27-ші есепте қысымы 5 есе ұлғайып, P2 тең 5 P1 деп жазам. Көлемі 2,5 есе азайған, V2 тең болады, V1 бөлу 2,5 деп жазамын. Ішкі энергия қалай өзгереді? U1-дің U2-ге қатынасын табу керек. Ал бұл жерде ішкі энергия 2-3 P1-ді мен 2 рет жазамын. 2-3 қысқарып кетеді. Ал бөліміндегі P2 V2-ның орнына мына шамаларды қоямыз. Сонда жауабы 2 есе артатын болады. Келесі арғарай 28-ші есепте газға 2,4 дәрежесі джоуль жылу мөлшерін бергенде 5,4 дәрежесі джоуль жұмыс атқарған ішкі энергиясының өзгерісін термодинамиканың бірінші заңы дельта У Q минус H' формуласы бойынша шығарамыз. Келесі изохоралық процесс кезінде газға 90 джоуль жылу берген. Изохоралық процесс десе, мына жұмыс 0 болады, жұмыс атқарылмайды. Сондағы жылу мөлшері тек қана дельта У-ға немесе 90-ға тең болады.
30-шы газ қыздырғыштан 6,5 дәреже жылу алып, көлемін 4,5 дәреже жолға жұмыс атқарған. Ішкі энергиясы қалай өзгереді? Тағы да сол дельта У Q минус H' формуласын ұсынатын боламын. Балалар, ары қарай келесі есептердің мен формуласын жазып отырамын. Сендер ары қарай аяғына дейін шығарып отырыңдар. Мына есеп 100 есебі ұсынамын. Сол 100 есептің жауаптары осы видеомның соңында көрсетілген. Сондықтан мына есептерді жауабын скрин жасап ап, есептерді жауаптарын мен салыстырып өздерің шығарып отыруларыңа болады. 32-де табақшаның ішіндегі 50 грамм су 6 тәулік толығымен буланып кетсе, 1 секундтың ішінде осы беттен буланатын молекулаларының санын табу керек. Ең алдыменен мына 50 грамм суда қанша молекула бар, соны анықтап алайық. Енді табу үшін массаны енаға көбейтіп, малярлыққа бөлеміз. Сондағы орнына қоямыз да, есептейміз де. Осыны енді 6 тәулікте қанша 6 тәулікте толығымен буланса, 1 секундтағы буланған әгіндегі молекулалардың саны тапқанда, осы мынадан шыққан санды 6 тәулікте қанша секунд бар? 1 тәулікте 24 сағат бар, 1 сағатта 3600 секунд бар. Осыларға бөлсек, әгіндегі 1 секундтағы ұшып шығатын молекулалардың саны шығады. Дәл сол сияқты енді 1 секундтағы ұшып шығатын молекулалардың санын есептеуге болады оңай. Бір молекуланың массасы берілген, малярлықты табу керек. Міне, М0 енаға көбейтеміз. 35-те тұрақты қысымда 27 градус температурада 39 градус температураға дейін қыздырылған көлемнің ұлғаюы Гей-Люсак заңын қолданамыз. Шығарылуын көрсеттім. Балалар, 36-шы есепте 23 градустан 47 градусқа дейін қыздырылған көлемнің ұлғаюын табу керек. Бобырдың Б2 қатынасы, тыбырдың Т2 қатынасы. Шығарамын. Жауабы процентпен шығарады. Алдыңғы 35-ші есеп сияқты. 37-ші есепте массаны тапқанда ньюді малярлыққа көбейтем. Ньюім 400, малярлығым 44, оның минус 3 дәрежесі. 38-де 200 кельвин температурада массасы 4 кг аргон газы бар екен. Ішкі энергияны табу керек, формуласын жаздым. Температурасы 5 кельвинге өзгерген кезде 2 моль газдың атқаратын жұмысы, формуласын жазып қойдым. Есептеңдер, балалар. 12 моль алюминийді алатын көлемді табу үшін мына ньюден болады. Масса малярлық формуласы бойынша массаның орнына робоны қойдым да, осыдан көлемді таптық. Немесе ньюді малярлыққа көбейтіп, роға бөлеміз. Барлық шамалар белгілі. Дәл сол сияқты 41-ші есепте ішкі энергияның өзгерісін табу керек. 2-ден 3 масса малярлық масса ерті формуласынан масса малярлыққа қатынасын, ол 4 моль ньюді береді. Орнына қойып есептейік, балалар. Ал міне сол сияқты формуласын жазбай, жоғарғы есептердің үлгісі арқылы осындай есептерді шығарамыз. Шығарында скрин жасап, видеоны тоқтату арқылы осы есептерді шығаруды ұсынамын. Шығаралмаған есепті комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Апай 45-ші есепті көрсетіңізші, немесе 46-ші есепті көрсетіңізші десе, мен есепті қайтадан сіздерге көрсетуге дайынмын. Бұл есептердің жауаптары қазір видеоның соңында көрінетін болады. Жауаптарын тексересіңдер. 46-шы, 48, 49-шы есептер аса күрделі есептер емес. Термодинамикалық жұмыс, қысым менен көлемнің көбейтіндісі 0,8-ден 0,2-ні алып тастау керек. 50-ші. Дәл сол сияқты, дәл жұмыс А тең болады П көбейтілген В2 алынған В1 4-тен 2-ні алып 5, оның 6 дәрежесіне көбейту керек. 53-ші есепті өзімізде шығара аламыз. Зат мөлшері деген массаның малярлық массаға қатынасы. 54-ші есеп дәл сол сияқты
мына есептерді термодинамика формулаларын қолдану арқылы осылай шығарып үйренуге болады. Бұл сендер есептер шығаратын болсаңдар, бұл 8-ші сыныптағы оқылатын термодинамика, 10-ші сыныпта оқитын термодинамикалық әгіндегі заңдарын, есептерін шығара алатын боласыңдар. Термодинамикалық жұмыста А әріпімен белгілейді. П қысым, В2 алынған, бұл 0,8-ден 0,5-ті алып, мына қысымға көбейтсек, жұмыстың шамасы шығады. Кейде әсіресе көлемі 3 есе кеміген деген сөз В2 тең В1 бөлу 3, энергиясы 2 есе артқан деген сөз көбейтеміз Е2 тең 2 Е1. Сонда П1-дің П2 қатынасын табу керек. Мына формуладан қысымды жазамыз да, қысымды табамыз да, 2 рет жазып бір-біріне бөлетін боламыз. Дәл ұқсас есептер осылардың барлығы да. Міне газға 300 джоуль жылу беріліп, сыртқы күштер 50 джоуль, 500 джоуль жұмыс атқарған. Енді егерде сыртқы күштер десе, онда Q плюс А болады, А сыртқы жұмыс. Онда екеуін қазір қосатын боламыз. 300-ге 500-ді қосамыз, мұны 800-ді жауабын белгілейтін боламыз. Ал газ жұмыс атқарған десе, онда мына жер минус болады. Онда дельта U тең Q минус А штрих болады да, Q-ды тапқанда екеуін қосамыз. 75-ші есепте де термодинамиканың бірінші заңына арналады. Есептерді скриндап алып, есептерді шығаруларыңа болады, балалар. Егерде осы есептерді жақсы шығарып шықсаңдар, сендер физиканың ішіндегі үлкен бір тарау, термодинамика тарауын оғып алдық деп есептеулеріңе болады. Мына есептерде мысалы газдың көлемі 3,16 есе кеміген дегенде әгіндегі В2 тең болады В1 бөлінген 3,16, ал қысым 20%-ға артқан дегенде П2 тең болады 1,2 П1. U1-дің U2-ге қатынасын табу керек. Қатынасын, сонда ішкі энергия дегенім ол 2-ден 3 П1-ны 2 рет жазып бір-біріне бөлу керек. 2-ден 3-тер қысқар кетеді. Соның кейін П2, В2-ның орнына, сән мәндерін орнына қойып шығарамыз. 97-ші есепте мысалы 10 моль бір атомды газдың ішкі әгіндегі газдың температурасы 27 градус Цельсий, ішкі энергиясын табу керек. Ішкі энергия дегенім 2-ден 3 ню РТ болған. Бір ескертетін жай, мына Т абсолют температура. Ал бізде Цельсиймен берілсе, оны үлкен Т-ға айналдыру керек. Абсолют температураға айналдыру керек. Мына 27-ге 273-ті қосу керек. Сонда мына Т-ның орнына біз 300 кельвинді қоямыз. 2-ден 3 ню бар, 10-ға тең, R 831-ге тең, міне. Ал температураның орнына 300-ді қоямда, мына жауаптың біреуін табатын болам. Міне сол сияқты 98-ші есептерінде ішкі энергияны анықтайды. Қысымы да берілген, ішкі энергияны газдың енді мына газдың көлемін табу керек, мына В-ны табу керек. Алатын, міне мынадан көлемді табатын боламыз. 100-ші есептерінде тағы сол сияқты А тең болады ПВ формуласы бойынша В-ны тапқанда А-ны мынаған бөлетін боламыз. Есептеріңнің жауабы, балалар, міне тұр. Мынаны скрин жасап, есептеріңнің өздерің тексерулеріңе болады.